Азаттық жаттығуы. Таңертең демалыңыз, сосын ауаның бәрін сыртқа шығарыңыз. Денеңізді босатыңыз. Сосын өзіңізге айтыңыз, менің азат болғым келеді. Мен еңсені басқан барлық салмақтан босаймын. Өзіммен өзім жарасым табамын. Мен өмір процесінің өзінен жарасым табамын. Қауіп-қатерден тыспын. Бұл жаттығуды 3 рет қайталаңыз. Сіз қиын жағдайда тұрғандай болсаңыз, осы сөздерді қайталаңыз. Сонда бұл сөздер сіздің бір бөлшегіңізге айналады және қалыпты болғаны соншалықты барлық салмақ пен күн сайынғы күрес біртіндеп сіздің өміріңізден жоғалады. Денеңізді бос ұстаңыз және жақсы нәрсе туралы ойлаңыз. Бұл сондай оңай. Тәни босаңсу. Кейде сізге тәни босаңсу қажет. Біз тап келетін жағдайлардағы келеңсіз тәжірибелер мен басымыздан өткеретін эмоциялар көбіне біздің тәнімізде қалады. Бұдан тәни азат болу формаларының бірі машинаның немесе үйдің терезесін жауып, бар күшіңмен айқай салу. Бар күшіңмен жастықты немесе кереуетті ұрғылау келесі залалсыз әдістің бірі. Әртүрлі спортпен шұғылдану немесе жылдам жүру де тура осындай нәтижеге алып келеді. Жақында 1-2 күннің бетерінде иығым сұмдық қатты ауырды. Ауруға көңіл аударғым келмеді, бірақ ол кетпеді. Сонда мен өзімнен сұрадым, не болып жатыр, мәселе неде? Мені не алаңдатады? Мен жауап таппадым. Сондықтан өзіме ендеше қарап көрелік дедім. Кереуетке 2 үлкен жастықты қойдым да, оны бар күшіммен төмпештей бастадым. 12 соққыдан кейін мені не ашуландыратынын анық білдім. Бәрі анық болды. Мен жастықты одан сайын ұра бастадым. Осылай мен өзімді ашулану сезімінен азат еттім. Аяқтап болып мен өзімді әлде қайда жеңіл сезіндім. Ал келесі күні ауру тіптен жоғалды. Өткеннен азат болу. Менің көптеген пациенттерім қазір бақытты бола алмаймыз. Себебі өткен кезеңдерде жаралы болғанбыз дейді. Өйткені олар істеуге тиіс нәрсені істеген жоқ. Өйткені енді олардың дүниеде ең ардақ тұтқан нәрселері жоқ. Өйткені олардың кезінде жаралы қылғандықтан олар ешкімді жақсы көре алмайды. Ертеректе істеген сұмдық істері үшін өздерін аяусыз қарайды. Өйткені бұндай олар еш қашанда кешірмейді және ұмыта алмайды. Үнемі өткенді еске ұстау демек өзіңді қинау. Біздің алдымызда кінәлі болғандарға, оларға бәрібір. Олар тіпті біздің қиналғанымыздың көлемін де білмейді. Сондықтан да өз ойыңызды өткенге бағыттаудың ешқандай мәні жоқ. Ол келмеске кетті және бұны өзгерту мүмкін емес. Есесіне оған деген біздің қатынасымызды өзгертуге болады. Өткеннен азат болу жаттығуы. Қанекей, өткенді тек естеліктер тұрғысынан саралайықшы. Егер сіз 3-ші класста не кигеніңізді есіңізге түсіретін болсаңыз, онда бұл естелік қандай да бір эмоцияларды бағалаудан ада болады. Сіздің өткен өміріңіздегі барлық оқиғаларға осылай қарауға болады. Біз азат болу мүмкіндігіне қарай өзіміздің барлық ақыл-ой күшімізді осы сәтте пайдалануға бейімделеміз. Тағы да өзіңіздің реакцияңызды бақылаңыз. Бұл үшін сізге не істеу керек? Өзіңізді өткеніңізбен айырылыстыруға сіз дайынсыз ба? Немесе сіз
соны қалайсыз ба? Сіздің қарсыласу дәрежеңіз қаншалықты? Кешіру өте маңызды тарау. Сіз бен біздің келесі қадамымыз кешіру. Бүкіл сұрақтар мен проблемаларыңыздың жауабы кешірім жасауда жатыр. Біздің өмірімізде қандай сипатта болғанына қарамастан проблемалар туындап жатса, онда бізге біреуді кешіру қажет екенін мен өз жеке басымнан тәжірибесінен білемін. Махаббат біздің кез келген проблемаларымыздың жалғыз жауабы, және бұндай халге жетудің жолы кешіруде жатыр. Кешіру ренішті сейілту. Оның бірнеше әдісі бар. Ренішті сейілтетін жаттығу. Бір тыныш жерде отырыңыз, денеңізді бос ұстаңыз. Сіз алакөлеңке театрда отырамын. Ал алдымда шағын сахна деп көзге елестетіңіз. Сахна, сіз кешіруге тиісті адамды қойыңыз. Дүниеде ең жек көретін адамыңыз. Бұл адам тірі немесе өлі болуы мүмкін. Сондай-ақ сіздің жек көру сезіміңіз де не өткен шақтікі, не осы шақтікі. Сіз бұл адамды анық көрген кезде, ол адамның өмірінде үлкен маңызға ие жақсылықтар болып жатыр деп елестетіңіз. Оны жайдары және бақытты күйде көзіңізге елестетіңіз. Осы образда өз елестетуіңізде бірнеше минут ұстап тұрыңыз. Сосын жойып жіберуіңізге болады. Сосын сіз кешіруге тиіс адам сахнаны босатады. Ол жерге өзіңізді қойыңыз. Өзіңізді бақытты да жайдары қылып елестетіңіз. Және жаратылыстың мейірімі біздің бәрімізге де жететінін біліңіз. Бұл жаттығу қордаланған реніштердің қара бұлттарын сейілтеді. Кейбіреулерге бұл жаттығу өте қиын болып көрінуі мүмкін. Бұл жаттығуды жасаған сайын қиялыңызда түрлі адамдарды суреттеуге болады. Бұл жаттығуды 1 ай бойы күніне 1 реттен жасап тұрыңыз, және қаншалықты жеңілдегеніңізді бақылаңыз. Каналға тіркеліп лайк баса өтіңіз.